Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді шоколадный пончиктер дайындайтын боламыз. Ыдысқа un, какао, разрыхлитель, сода және тұз салып араластырамыз. Басқа ыдысымызға жұмыртқа және қантты салып, қантымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып, үстіне сары май, сүт және қаймақты қосамыз. Енді осы сұйық массамызға електен ұнды өткізіп, жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Жақсы какао таңдасаңыз, осындай түсі әдемі шоколадный болып түседі. Енді массамызды кондитерский мешокқа саламыз. Формамызды жақсылап тұрып сары маймен сүртіп аламыз, әйтпесе асты жабысып шығатын болады. Дайын болған массамызды осылай құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Міне біздің пончиктеріміз пісіп шықты. Бұл пончиктерді осылай жесе де өте дәмді. Немесе мен сияқты Қазақстан шоколадын осылай ерітіп, оған 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ақ шоколадпен немесе молочный шоколадпен жасасаңыз да болады. Енді пончиктерімізді осылай шоколадқа батырып алатын боламыз. Бетін жемістермен, орехтермен, посыпкалармен осылай әдемі қылып безендіруге болады. Пончиктеріміз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларға ұнайтыны сөзсіз.